Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрі Бектеновке. Құрметті Олжас Абайұлы, бүгін сіздердің назарларыңызды солтүстік облыстардың шағын елді мекендері мен шекаралас аудандарының көптеген тұрғындарының өміріне әсер ететін күрделі мәселеге назар аударта отырып, депутаттық сауал жолдаймын. Тұрғындардың алдында тұрған елеулі қиындықтар туралы бәріміз білеміз. Нақты мысал ретінде Петропавлдан 200 шақырым қашықта орналасқан Балуан ауылы туралы. Бір кездерде бұл жер өркендеген және үлкен ауыл болған еді. Қазір ауыл аймағында 5-6 отбасы ғана тұрады. Олардың арасында қарттар, мүмкіндігі жоқ жалғызбасты адамдар. Олар күн көріс үшін мал ұстауда, сол малды бағу үшін ауыл маңында да жер жоқ. Қалыптасқан жағдайдың басты себептерінің бірін осы елді мекеннің пайшылары тиесілі жерлері үшінші тұлғаларға олардың келісімсіз берілген жер үлестеріне байланысты. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы өмір сүруге және жұмыс істеуге жалғыз табыс көзі болып отырған ауыл біртіндеп жойыла бастады. Мұндай жағдай еліміздің көптеген елді мекендерінде орын табуда. Айта берсек, мысалдар өте көп. Ауылдың құлдырауы мен жойылып бара жатқанын ескере отырып, бұл жағдайда жақсартуға және осы жерлерді тұратындарды қолдауға көмектесетін кешенді шараларға назар аударуды өте маңызды. Әрине, үкімет бұл қалыптасқан жағдайды азаматтарды оңтүстік аймақтардан солтүстікке көшіру туралы өзгертуге тырысуда. Өкінішке орай, онда да азаматтарды көшіру бағдарламасына бөлінген мемлекеттік қаражаттар ұрлау схемалары ашылуда. Айтып кетер болсақ, бас прокуратура осы бағдарламаны іске асырудағы көптеген заң бұзушылықтар туралы хабарлады. Ведомствоның хабарлауынша 1 миллиард теңгедей ұрланған. Бұл біз көріп отырғаннан кішкене ғана бөлігі. Барлық жерде сыбайлас жемқорлық, қарапайым халық әділдікке жете алмай қиналуда. Үкімет сыбайлас жемқорлық схемаларын болдырмау үшін қоныс аудару бағдарламаларын іске асыруын бақылауды күшейту қажет. Сондай-ақ функцияларын қайталана болдырмауы және проблемалардың тиісті шешілуін қамтамасыз ету үшін ауылдық аумақтық даму мәселелерін айналысатын әртүрлі мемлекеттік органдар арасындағы үйлестіруді жақсарту бойынша шаралар қабылдау қажет деп есептейміз. Бұған қосымша жоғарғы айтылғандардың негізінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының фракциясы депутаттары келесі сұрақтарға жауап жолдауды сұрайды. Бірінші, үкімет Балуан сияқты шағын елді мекендердің қалпына келтіру үшін қандай шаралар қабылдауды жоспарлап отыр? Екінші, жер үлестері, жер иелері білмей үшінші тұлғаларға беру мәселесін шешу үшін бұдан әрі қарай іс-шаралар жүргізілетін болады. Қандай іс-шаралар жүргізілетін болады? Үшінші, халықты көшіру бағдарламалары бойынша ашықтықты арттыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін қандай шаралар қабылданады? Төртінші, ауылдық аумақты тиімдірек дамыту үшін мемлекеттік органдар арасындағы үйлестіруді қалай жақсарту жоспарланып отырсыздар? Депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы заңда белгіленген мерзімде жазбаша беруді сұраймыз. Құрметпен Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясы депутаттары.